Арабстанның жағдайы. Дүниежүзі картасынан саяси, географиялық және сауда-саттық жөнінен маңызды орын алған Арабстанның да өзге елдерден айырмашылығы қалмаған еді. Мұнда тіл мен әдебиеттен басқа салалардың бәрінде кері кетушілік, жамандық, үстемдік жүргізе бастаған. Діни ахуал. Наным-сенім мәселесінде анархия белең алып, адамның ақылына сыймайтын небір сенімдер пайда болған. Халықтың бір бөлігі ештеңеге сенбейтін, тек осы өмірдің қызығын тамашалап қалуды көксейтін. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі, екінші рет тірілу мүмкін емес, ақыры өлеміз. Сондықтан мына дүниеде тояттап қалуға тиіспіз дейтін олар ойларына келгенін істейтін. Ардақты пайғамбарымызға Алладан уахи түсе бастағанда, осындай адамдар жайында Құран кәрімде мынадай аяттар жолданады. Ендеше оларға, сендерге өмір сыйлайтын, содан кейін жандарыңды алатын, һәм содан соң орнайтындығында еш күмән болмаған, қиямет күні бәріңді қайта тірілтіп, ғарасат майданына жинайтын бір Алла деп айт. Алайда адамдардың көбі осынау ақиқатты білмейді. Жасия сүресі 26 аят. Сондай-ақ арабтардың кейбіреуі Аллаға, бір жаратушының бар екеніне сенетін, бірақ адамдар арасынан пайғамбар шығатынына иланбайтын. Пайғамбардың адамдар арасынан шыққанына сенбей, бұл ақиқатты ақылдарына сыйғыза алмай, пайғамбар періштелерден ғана шығуы мүмкін деген бұл топтағылардың қисынсыз пікірлеріне Құранның төмендегі аяты жауап береді. Уа Мұхаммед, оларға, егер жер бетінде адамдары секілді жайбарақат өмір сүріп, періштелер жер басып жүрсе, онда біз оларға көктен пайғамбар етіп, періште түсірер едік деп айт. Исра сүресі 95 аят. Арабтардың арасында Аллаға сенгенмен ақырет күнінің болатынына, өлгеннен кейін қайта тірілуге, жәннат пен жаһаннамның бар екеніне сенбейтін бір топ бар еді. Құран кәрімнің оларға жауабы мынадай еді. Өзінің жаратылысын ұмытып, бізге сонда шіріп, жоқ болып кеткен сүйектерге кім жан бітіреді екен деп, өзінше мысал келтірді. Оларға, ол сүйектерді әу баста кім жаратса, қайта тірілтетінде сол. Ол қалай жаратуды, һәм әрбір жаратылысты толыққанды біледі. Ясин сүресі 78-79 аяттар. Енді біреулері пұтқа табынатын, халықтың ең көп бөлігін құрайтында осылар. Тастан, тақтайдан, кейде кәдімгі халуадан өз қолдарымен жасаған пұттарына табынып, онысымен де қоймай былай дейтін. Біз оларға тек бізді Аллаға жақындатсын деген ниетпен ғана табынып жүрміз. Зумар сүресі 3 аят. Міне, арабтардың көпшілігі қолдарында бар материалдарынан пұт жасап алып, жансыз заттардан медет тілейтіндей бейшаралыққа дейін барды. Жер бетіндегі таухидтің тұңғыш тұрағы Байтулланы, Қағбаны, осы нанымдарының көрінісі ретінде сансыз пұттармен толтырғанды. Исламның кәусарымен сусындап, мұсылман болу бақыты бұйырғаннан соң, күллі әлемге қарақылды қақ жарған әділдігімен әйгілі болған Әзірет Омар, жахилия кезеңінде пұттарға табыну турасында басынан өткен оқиғаларды былайша баяндайды. Жахилия кезеңіндегі екі ісіміз есіме түссе, біреуіне қайғырып жылаймын, екіншісіне күлемін. Жылайтыным, сол кезде ақмақтығымыз сондай. Әйелдеріміз қыз туса, тыжырынып, қыз баладан құтылғанша асығып, бейгүнә, мейірімге мұқтаж шараныларды тірідей көметіндігіміз. Осы қылығымыз есіме түссе жүрегім қан жылайды. Күлетінім, пұтқа табынатын едік. Әрқайсымыздың үйіміздің төрінде қолдан жасалған пұттарымыз тұратын. Соларға табынып, құрметтейтінбіз. Сапарға шыға қалсақ, пұттарымыздың бейнесін ұннан немесе халуадан жасап, өзімізбен бірге алып шығатынбыз. Жол ұзап, қарнымыз ашса, табынып, алдында құрдай жорғалаған жансыз халуа пұттардан кесіп алып жейтінбіз. Осыдан асқан күлкілі оқиға бар менді. Осынша жағдайларға қарамастан Арабстанда бір кездері Ибрахим алейхиссалам үндеген таухид дініне, Алланың бірлігіне сенетіндер де бар еді. Қараңғылық, ауа жайылушылыққа мойын бұрмастан, арада ұзақ уақыт өткеніне қарамастан, таухидты ұстанғандарға Ибрахим пайғамбар алейхиссалам жолымен жүргендер мағынасында
ханифтер делінетін. Құран кәрімде ханиф сөзі пайғамбар Ибрахим үшін қолданылған. Шынында, Ибрахим яхудиде, христианда болған емес. Ол жалған сенімдерден іргесін аулақ салып, бір Аллаға ғана сыйынып, қалтқысыз мойын сұнған шын мұсылман еді. Сондай-ақ ол мүшриктерден де емес еді. Али Имран сүресі 67 аят. Ханифтер пұттардан жиренетін, Алланың бар екендігіне, бірлігіне сенетін. Олардың қатарында Уарақа ибн Науфал, Убайдулла ибн Жахш, Осман ибн Хуайрис, Заид ибн Амр да атауға болады. Бұлар пұттардың құрметіне ұйымдастырылған салтанатты жиын жәрмеңкеде халықтың алдына шығып, пайдасы да, зияны да жоқ, жансыз, тілсіз, меңіреу пұттарға сәждеге жығылып, құрмет көрсетудің ақмақтық екендігін айтып жар салғанды. Ақылға салып ойланып, пұттарға табынудың жөн жосықсыз екендігін кейіннен ұғынып, бұл нанымға қарсылық білдіргендер де болған. Солардың бірі Таиф руының басшысы Умайя ибн Әбу Салт. Ол жахилия кезеңінде киелі кітаптарды көп оқып, пұтқа табынушыларды тәрк етіп, Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам дінін қабылдаған. Бисмике Аллахумма тіркесін алғаш қолданғанда сол. Кейін бұл сөз арабтарға ұнап, Аллаға сенбесе де, кітаптарының сондай-ақ кез келген жазбаның басына осылай жазып қоюды жаппай әдетке айналдырған. Умайя ибн Әбу Салт өлеңдерінде адамдарды дұрыс жолға үндейтін жетекшінің, яғни пайғамбардың қажеттігіне назар аударған. Арабтардың арасынан пайғамбар шығуы тиіс екендігін қасиетті кітаптардан оқып үйренгендіктен, сол құрметті атаққа өзі ие болғысы келетін. Сондықтан Әзіреті Мұхаммедке, Аллахтың оған игілігімен сәлемі болсын, пайғамбарлық берілгенде қызғаныштан оны мойындамаған. Тіпті ерегіспен қызғанышынан Бәдір соғысында өлтірілген мүшриктерге, яғни пұтқа табынып, Аллаға серік қосушыларға арнап жоқтау айтқан. Хижреттің 2-ші жылы иман келтірместен өліп кеткен Умайя туралы Мұхаммед пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын бірнеше хадисі бар. Мұхаммед пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын бір күні Шарид ибн Суайдпен бірге келе жатып, сахабадан: "Сен Умайяның өлеңдерін оқығансың ба?" деп сұрайды. "Я, білемін" деп Шарид Умайяның өлеңдерінен бірнеше бәйт оқып береді. Өлең жолдары Әзіреті Мұхаммедке, Аллахтың оған игілігімен сәлемі болсын, қатты ұнайды, тағы да оқуын өтінеді. Қасида аяқталғанда Расул Акрам Умайя мұсылман болуға сәл-ақ қалған екен дейді. Тағы бір мәліметте Умайяның өлеңдері иман келтіргенмен өзі азғындықтан шыға алмапты деген айтылады. Пұттар. Меккеге ең алғаш пұтта келген Амр ибн Лухай есімді араб. Амр Шамға барған бір сапарында Мағаб деген мекенге жолай соғады. Осы жерде Нұх пайғамбардың ұрпағы саналатын бір тайпаның пұттарға табынғанын көреді. Қызығушылық жеңіп, сұрастыра келе жергілікті халықтан: "Біз осы пұттардан көмек сұраймыз, сұрағанымызға ие боламыз, жаңбыр тілесек, жауынға қарық боламыз" деген жауап алады. Мұнан соң Амр пенделігі ұстап Меккеге алып кетуге пұт сұрайды. Мағаптықтар оның сөзін жерге тастамай Хубал атты пұтты сыйлайды. Амр Хубалды Меккеге алып келіп орнатады. Надан халық бұрын соңды болмаған әдетті қызық көріп, соған иланып, пұтқа табына бастайды. Осыдан бастап пұтқа табынушылық Меккеде кеңінен тарайды. Әр тайпаның өзіне тән пұты болатын. Құрайыштың ең үлкен пұты Узза деп аталады. Әус пен Хазраж руларының Мәнат атты пұты Мекке мен Мәдина арасында Мүшәлләл деген жерде тұратын. Кейінірек олар Узза мен Латқа да сыйынған. Кәліп тайпасының пұты Уәт деп аталатын. Дамутал Жандал деген жерге орналасқан еді. Хузайл тайпасы Суа пұтына табынатын. Хамдан алқабындағы Яук атты пұт Хамдан руының тәңірісі еді. Таи және Мәзхиш тайпаларыныкі Яғус, Химейлердікі Нәсір деп аталған. Бәкір ұлдары мен Кинаналар Сад атты қолдан жасалған құдайға құлдық ұратын. Әр тайпа өз пұтына табынып жәрдем тілеп, солардың алдында құрдай жорғалайтын. Жансыз, рухсыз, тастан, ағаштан, ұннан және тағы басқа нәрселерден жасалған бейнелерді қараңғы халық құдіретті санап, соқыр сенімге бой алдырған еді.
Алла Расулы, Аллахтың оған игілігі мен сәлемі болсын, осындай нанымы надандықпен ұштасқан адамдардың санасын сәулелендіру мақсатымен келуге тиіс еді. Адамгершіліктің аты өшкен. Жахилия кезеңіндегі Арабстанда адамгершілік атаулы жойылған. Нәпсіқұмарлық шегіне жетіп, құмар, зинақорлық, маскүнемдік, зұлымдық, ұрлық, зорлық, өтірік өсек кең етек алған. Әл жеткен әлсізге әлімжеттік жасап, ұрып соғатын, ойына келгенін орындататын. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Адам өмірі ойыншыққа айналған. Күштінің айтқаны заң, дәрменсіз дымын шығармайды. Адамдар мал тәрізді мойындарына қамыт кигізіліп, базарда сатылатын. Әйелдердің көрген күні айуаннан төмен, әсіресе жас күңдер зорлық зомбылықтың құрбаны боп жатты. Қыздарды сату, зинақорлыққа итермелеу қалыпты тұрмыс қажетіне айналған. Құранда адам атын ластайтын бұл азғындық әрекеттер жөнінде былай делінеді. Дүниедегі қу тіршіліктің болмашы пайдасына бола, күңдеріңді һәм әрін таза сақтауды қалайтын болса, арсыздыққа, күнәға әсте итермелемеңдер. Кімде-кім оларды арсыздыққа итермелейтін болса, біліп қойыңдар. Олар ықтиярсыз күнәға барғаннан кейін де Алла олар үшін өте кешірімді, ерекше мейірімді. Нұр сүресі 33 аят. Надандықтың шегінен шыққаны сол, бір әйел бірнеше еркекпен бірге тұра беретін. Онысын үйінің шатырына белгі қадап жария қылатын. Өгей шешелер күйеуінің дүние мүлкімен қоса әкеден балаға мирас боп қалатын. Шөл даланы мекен еткен арабтардың көбісі қыз баласы дүниеге келсе сұмдық санайтын. Әйелі босанған сәтте нәресте қыз болса ешкімге тіс жарып айтпастан, көрсетпестен тірілей көміп тастайтын, немесе терең құдықтарға лақтырып жіберетін. Бұл істерінің дұрыстығын өздерінше сылтау айтып дәлелдеген. Бұлар ертең өскен соң жезөкше болып, ар-намысымызды аяққа таптауы мүмкін. Бойы жетіп, жүзі қара болғанға дейін қанша шығын шығарып, асырап бағу керек. Оған шамамызда жетпейді деп ақталатын. Кейде аналарының өздері-ақ босанар күндері таяғанда, арнайы шұңқыр қаздырып дайындайтын. Сәби қыз болса, туылған сәтте әлгі шұңқырға тастап, үстін топырақпен жаба салатын. Бауыр еті баласын бәледей көріп, одан құтылудың ең оңай жолын тапқандарына мәз. Дүниеге келген мезетте өлтіре алмаса, 5-6 жасқа келгенде әкелері қыздарын әдемі киіндіріп, қонаққа апаратын кісіше сәндеп ертіп шығатын. Сол бетімен айдалаға жетектеп апарып, алдын ала дайындалған орға жығып салып, шырқырап, тырбынғанына қарамастан көміп тастайтын да ештеңе болмағандай оралатын. Ал баласын өлтіруге қимағандар қалың жүн күпі кигізіп, қыз екенін жасырып, ауыл маңынан аулаққа қой, түйе бақтыруға жіберетін. Сөйтіп, елдің көзінен тасалап ұстайтын. Құран кәрім арабтар арасында кең таралып, қалыптасқан айуандық әдет жайында былайша баяндайды. Олардың бірі, қызды болдың деп сүйіншілегенде, жүзі түтігіп, іштей ашуға булығады. Содан ол өзіне жеткен хабардың жайсыздығынан ел жұрттың көзіне түспеуге тырысады. Енді не істейді? Өмір бойы мұндай қорлыққа шыдап, ол бейшараны қолында ұстай ма? Жоқ әлде жерге көміп тастай ма? Олар өздерінше өз балаларын ол қыз деп алалау және Аллаға бала телу арқылы қандай жаман үкім беруде. Нахл сүресі 58-59 аяттар. Исламнан бұрынғы кезеңде осы дәстүрді ұстанып, іштен шыққан шаранасын құрбан еткен, кейін исламды қабылдаған сахабалардың бірі пайғамбарымызға, Аллахтың оған игілігі мен сәлемі болсын, басынан өткен оқиғаны былайша әңгімелеген. Уа Расулалла, біз надандық дәуірін өткірдік. Сол кезеңнің үрдістерін орындадық, пұтқа табындық. Бауыр етіміз баламызды аяусыздықпен жер қойнына бердік. Менің де сүп-сүйкімді қызым бар еді. Қылығы да, тілі де тәтті еді. Алайда мен оған қарамауға, мән бермеуге тырысатынмын. Сонда да қасымнан екі елі айырылмайтын. Бір күні оны қасыма шақырдым. Томпаңдап жүгіріп келді. Өзі жақсы көретін қызыл-жасылды көйлегін кигіздім де, енді жүр менімен бірге, бір жерге барып келеміз деп алдап ертіп шықтым. Былдырлап сөйлеп, мәз боп қуанып келеді. Біраз жер жүрген соң, терең қазулы құдыққа келдік.
Екі қолынан ұстап көтеретін сыңай таныттым да бар пәрменіммен құдыққа тастап жібердім. Сондағы құлап бара жатып, әке, әкетайым деп құлын даусы шығып шырқырағаны әлі күнге құлағымнан кетпейді. Екі дүниенің сұлтаны бұл әңгімені естіп, қатты егіліп жылады. Көздерінен аққан жас сақалын жуып, тарам-тарам етті. Сонан соң былай деді: Алла тағаланың мейірімі кең. Ондай қатыгездікті мұнан соң қайталамайтын болсаңдар, жахилия дәуіріндегі білместіктерді кешірер. Міне, жахилия кезінде айтып тұрғандай, надандық пен жауыздық түгел дүниені тұмшалап алған еді. Адам баласы руханият, мейірім шапағат дегеннен жұрдай болатын. Күллі әлемнің жаратушысына сеніп, иман келтірмеген жүректен не үміт, не хайыр. Құдайдан қорықпаған ұждан, Алланың азабынан үрейленбеген рухтан жақсылық шығуы мүмкін бе? Саяси жағдай. Жахилия кезеңінде Арабстан саяси тәртіп, қоғамдық бірізділік дегеннен махрұм, халықтың басым бөлігі көшпенді тұрмыс кешетін, ру-руға бөлініп, әр ру өзіне тән тәртібін, дәстүрін ұстанатын, ұдайы өзара қырқысып, басқа шауып төскөрлеуге әзер тұратын. Өзгенің малын талан-таражға салу, ар-намысын таптау тіршіліктің айнымас қағидасына айналған. Алауыздықты жоқ жерден, болмашы сылтаумен тудырып, тұтқиылдан шауып, мал мүлкін алып, тіпті әйел, баланы күң, құл ету дағдысы қалыптасқан. Дұшпандық, қысастық бітіп болмайтын, дау-дамай арта түскен. Соғыс, қан ағызуға машықтанып, үйреніскендіктері сондай, тиісерге қара таппаса жоқ барды сылтау етіп, өз іштерінде бірінің етін бірі жеуден тайсалмайтын. Бұған шайыр Құтамидың төскейді малымыз төсекті басымыз қосылған ағайындарымыз Бәкір руынан басқа соқтықсарға ешкім болмай қалса, солардың өзіне тарпа бас салатымыз деп келетін бәйті куә. Ежелден ру-ру, тайпа-тайпаға бөлініп өмір сүретін арабтар бір орталыққа бірігу, бас қосу жайын ол кезде ойлап бас қатырмады. Осы себепті Арабстан түбегінде әлеуметтік мәдени заңдылық жоғалып, соның салдарынан зорлық-зомбылық, шабуыл шайқас толастаған емес. Әркім өз қалауынша тірлік қылатын, мықтының дәурен сүрген кез еді ол. Арабстанның әдеби ахуалы. Қай салада болсын не бір тәртіп, не бір жүйе жоқ дегенмен, осы тұста арабтардың ілгерілеген саласы әдебиет пен сөз өнері еді. Ислам діні таралмас бұрын Арабстанда шешендік өнері шырқау шегіне жеткен. Бұл мәселеде дүние жүзінде оларға теңгелер халықта жоқ еді. Шайыр өлең дегенде надан араб та ішкен асын жерге қоятын. Өйткені ата-баба дәстүрі, тарих пен шежіре, наным-сенім тақырыптары осы өлеңдерде өрнектелетін. Өлең қоғамның бірден бір айнасы тәріздеді. Араб қоғамында шайырлар керемет құрметке бөленетін, нағыз қаһарман саналатын. Әрбір ру өкілдері араларынан батыр емес, ақынның шыққанын қалайтын. Өйткені қол жетпес армандарындай болған даңқ мансапты ақындарының арқасында еленетін. Қара халықтың өзі шайырлардың қалжыңына ілігуден, сынына ұшыраудан қорқатын. Шайыр сөзі анау-мынау заңнан күшті қабылданатын. Оның бір ауыз сөзіне бола ру-ру болып таласқандар да, 40 жылғы кегін ұмытып, татуласқандар да аз болмаған. Ертеден-ақ өлең арабтардың дәптері деп аталған. Араб халқының тұрмысы, салт-санасы, тарихи мұралары өлең арқылы ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Ақынды құрметтеу тіршіліктің негізінде көрінетін. Мықты ақынның өзі де руда биік мәртебелі деп есептелетін. Әсіресе жылдың белгілі маусымдарында жиі-жиі өткізілетін жәрмеңкелерде өлеңді өсіруге, өркіндетуге айрықша мән берілетін. Жәрмеңкелер бір жағынан әдеби жиын секілді болатын. Қазылар сайланып, олардың алдында өлең жарыстары ұйымдастырылып, шартараптан келген шайырлар мен шешендер тілінің майын тамызып, жеңіп шығу үшін бар күшін салатын. Мүшайраның жеңімпаздары анықталған соң, көп ішінен озып шыққандардың төл туындылары боз матаға жылтырақ бояумен өрнектеліп, безендірілген күйі баршаның көзіне шалынатын биікке, қағбаның қабырғасына ілінетін. Сол кезеңдегі ең үлкен, халық көп жиналатын жәрмеңке Таиф пен Нахла алқабы арасындағы Уқаз жәрмеңкесі еді. Шайырлар сайысы көбінесе осы жерде өткізілетін. Жәрмеңкелер көп салалы көрмелерге ұқсайтын. Өйткені мұнда барлық рулар сауда-саттық, әлеуметтік, мәдени және қоғамдық саяси жағынан танылатын. Зүлхиджа айында ашылған жәрмеңкелер 20 күнге созылатын.
біреуге құл болып кеткен адамдар підия беріп сатып алу, ұзаққа созылған бітіспес дауларын шешу, татуласу, іздегенін табу, көксегенін іздеу, өлең оқу, сөз сөйлеп, шер тарқату үшін барша жұрт жәрмеңкеге қарай ағылатын. Өлең сөздің қадірін көтеру арқылы араб тілі сол кезеңде-ақ екшеліп, байып толыққан. Ислам жұлдызы жарқырап тууға тайған уақытта Арабстанда әдебиет, көркем сөйлеу шеберлігі барынша дамыды. Қаптаған надандықтың қараңғылығы ішінде ғайыптан белгісіз бір құдірет адамдар санасынан Құранның керемет тілін түсінуге, сөздердегі әуезділікті жан-жақты ұғуға дайындап жатқандай еді. Құран түсе бастағанда иманға келе қоймағанмен әдеби көркемдікті қастерлеп үйренген көптеген арабтар Алланың кәламның кереметтігіне бас иген, ең үздік деп бағалаған қасидаларының Құран тілінің жанында түкке алғысыз болып қалғанын мойындап, биікке көтерген жерлерін алып тастаған. Кейбіреулері Құран тіліндегі әуезділікке, дыбыс үйлесіміне тәнті болып, соның әсерінен мұсылмандықты қабылдаған. Бұл да әрине құдіретті күшті Алланың көп хикметтерінің бірі. Әзіреті Мұхаммедке Аллахтың оған игілігімен сәлемі болсын, ұлы елшілік міндеті жүктелер алдындағы Арабстанның жалпы діни, әдеби, мәдени, қоғамдық жағдайы осындай. Жауыз жүректерді жібітетін, қатулы қабақтарды күлдіретін, надандық шырмауындағы көңілдерге нұр құятын тұлғаға Арабстан зәру еді. Оның, яғни ұлы құтқарушының кім боларында мәңгілік жазмыштың жаратушысы Алла тағала белгілеген Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам еді. Ол осынау әлемнің материалдық рухани бет бейнесін өзгертуге келетін. Ол нұрымен айналаға шұғыла шаша мына дүниенің жалғандығын, ақыреттің баяндылығын айтып, жалған өмірдегі махаббаттың да өткінші екенін ұқтырып, үмбетін мәңгі бақытқа, бақилық Аллаға бастауға тиіс еді. Алла тағала тарапынан пайғамбарлық міндет жүктелген бұл тұлға адамдардың басы бос еместігін ұғындырып, дүниеде атом бөлшегінен күн системасына, жұлдыздардан алып галактикаларға дейін бір ғана әмірге бағынатынын, қасиетті де ұлы мақсат жолында қызмет ететіндігін түсіндіру үшін келетін. Ол айуандықтың, настықтың шегіне жеткен адамзатқа жоғары адамгершіліктің, биік парасаттылықтың өнегесін көрсету үшін келетін. Ол дүниенің жаратылыс себебін, адамдардың қалай пайда болып, ақыры немен тынатынын баяндау мақсатымен келетін. Ол адамдардың иесі Алланың өз құлдарынан не талап етілетінін, дұрыс пен бұрысты ажыратып көрсетіп, сананы жаулаған сауалдарға жауап беруді мұрат етіп келетін. Ол тек бір руға, тайпаға не ұлтқа ғана емес, бүкіл адамзат баласына Алладан алған әмірлері бойынша жөн сілтеп, жол көрсету үшін келетін. Міне, күллі әлем араб түбегінен шығуға тиіс осындай ауыр міндетті арқалаған ұлы тұлғаның келуін асыға күтті.